және сабырмен дейді да. Бізде осы екі нәрсе де жоқ қой. Біз Алладан сұраймыз не қалай? Ренжіп сұраймыз, асығып сұраймыз, берсең бер, бермесең қой деп сұраймыз, өтіп баратып сұраймыз, кетіп баратып сұраймыз, бірақ жаңағы екі нәрсемен сұрамаймыз да. Намазбен және сабырмен сұра деп етті Алла тағала. Біз яғни хараммен сұраймыз. Міне, стақанды көтереміз, арақ ішінде я коньяк, мына бала шағамыз бақытты болсын дейміз. Мына үйленіп атқан 2 жас бақытты болсын дейміз. Ал бірақ ол жерде сөйтеміз айтамыз, періштелер әмин десін дейміз да. Ал арақ болған дастарханда періште болмайды, періште болмағаннан кейін ол қаяқтан әмин дейді. Енді сөзімді аяқтай келе айтайын дегенім, бұл Алла субханалла тағала сондай бір ұлықтықтың егесі, ешқандай бір екі ортадағы дәнекерге мұқтаж емес. Кейде айтады ғой, анау Қожа Ахмет Яссауиге барып бір сұрайықшы, Арыстан бабтың басына барып сұрайықшы, анау Қордайдағы бір тасқа барып сұрайықшы, немесе тұмартағы барып жүрейікші, ол да сақтайды ғой, ішінде Құдайдың сөзі бар ғой, немесе көз тиіп қалмасын деп нерге қара жағып қояйықшы, ананы бүйтейікші деп. Жетеді, миллион түрлі дәнекер бар да екі ортаға. Миллион түрі бар оның. Бірақ Алла субханалла тағала сол нәрсенің ешқайсына мұқтаж емес та. Өйткені Алла әкім емес. Алла тағала директор емес. Ол ешқандай орынбасарға, ешқандай көмекшіге мұқтаж емес. Алла тағала тікелей Абай атамыздың керемет өлеңі бар. Патша Құдай дейді. Бүкіл дүниенің патшасы Құдай ғой енді. Патша Құдай сыйындым, тура баста өзіңе дейді. Болды. Жолда бұрылып баратын Арыстан баб, 100 километр жерде Яссауи жоқ бұрылатын. Прямой өзіңе бастай көр дейді. Сөйтеді айтады, жаратушы тұрғанда жаратылғаннан не сұрайсың дейді. Жаратушы тұрғанда жаратылғаннан не сұрайсың дейді. Енді қараңыз, Алла субханалла тағала сол бізге сондай бір намазды, жай ғана бір намазды, сол бүкіл бақытымыздың кілті қылды. Мына диірмен дейді, тас диірменді көргенсіздер ғой, мына айландыратын. Сол диірменнің дейді, тұтқасы қалай айланса дейді, диірмен солай айланады. Сол сияқты адамның намазы, Құдайдың алдындағы бір 5 парыздың бірі болған намазы қалай болса дейді, бүкіл дүние тіршілігі солай болады дейді оны. Ал біз көп жағдайда намаз болмағандықтан өміріміздің ретке келтірмегенбіз. Мысалға, түнгі сағат 3-те кеп ұйықтайсақ, 11-де бірақ тұра береміз да. Неге? Себебі таңертең намаз бар еді ғой деп бір жауапкершілік жоқ. Түсте жауапкершілік жоқ, кешке жауапкершілік жоқ. Ал кім күніне 5 намазды бір орнына қойып қойған болса, Алла тағала сол 5 намаз арқылы оның әрбір күнін, әрбір айын, әрбір жылын, бүкіл өмірін ретке келтіреді екен да. Өмірі ретке келген кезде Алла тағала бүкіл ісінің берекесін бере бастайды екен. Әр қайсымыздың бір сылтауымыз бар. Біреуіміздің қимай жүрген бір күнәміз бар. Біреуіміздің бір айтамай жүрген бір өзіміздің сылтауларымыз бар. Сондықтан Алла тағала сол сылтаулардан сақтасын. Намаз деген өте оңай нәрсе. Мынау намаз оқыған шал мен кемпір алжымайды екен. Неге? Намаз деген ол күнделікті Құдайдың сөзімен миыңа дейін нұрланып тұрады екен ғой. Миыңа дейін. Кейде байқайсыздар ма? Бір жерде керемет бір молда Құран оқыған кезде бір жүрегің жайланып, бір денең балқиды да. Анда-санда бір тыңдағанда солай болады. Ал сіз оны күніне өзіңіз оқып тұрсаңыз, мына жүрегіңізден шығып аузыңыздан құйылып тұрған болсаңыз, күнде сол Құранмен сіз өзіңіз бірге болған болсаңыз, айтамыз ғой кейде. Бір бәленшенің алдына барып ем, түгеншенің баласы қабылдады, айналайының алды бір жыл екен теге. Жақсы болып шықтым, көңілденіп шықтым, сол баланың алдынан шығып келатырмын дейміз. Ал біз күніне 5 рет Алланың алдында тұрсақшы, күніне 5 рет Алланың алдынан шықсақшы, онда қандай керемет біздің миымызда, денемізде, жан дүниемізде жақсылықтар болатын еді. Біз қаншама нығметтерден қалып жатырмыз. Ал жарайды, сол намаз оқымағанда нені қырып жатырмыз? Намаз оқымағанда нені бітіріп жатырмыз? Намаз оқымағанда елден неміз асып кетіп жатыр былай қарағанда да. Сол тіршілік. Менің айтайын дегенім, намаз оқыған адамға проблема келмейді деген нәрсе жоқ. Намаз оқығанға да, оқымағанға да проблема келеді. Бірақ намаз оқыған адамның жәрдемшісі Құдай болады. Намаз оқымаған адам өзіме өз жәрдемдесем деп шаршайды екен да. Сондықтан ағайын туыстар, Алла субхана тағала сол намаз нәсіп етсін. Бір жақсылық басымызға келген болса,
Алланың алдында сол жақсылыққа лайықпыз да. Бүгін мінекей сіздерді көріп қатты қуанып отырмыз, себебі біз бір-бірімізді іздесек таппайтын адамдармыз ғой. Сіздермен Алла жолықтырып отыр. Алланың тағдырымен жолығып отырмыз. Алла осы бір айтқан әңгімелерімізге, бір-бірлерімізге, құрметімізге береке берсін. Алла отбасыларыңызға барған кезде мал дүниелеріңізбен, үй іштеріңізбен аман есен қауышуларыңызды Алла нәсіп етсін. Алла тағала сондай бір адал жүректеріңізбен, ақ жүректеріңізбен бізді тыңдап отырсыздар. Сол жүректерімізді Алла иманға толтырсын. Мынау бір керемет сұлу денелеріңізбенен, мынау бір керемет сұлу ақыл ойларыңыз ертең тозақта күймесін. Алла тағала бәрімізді өзінің азабынан сақтап, кешіріп, сондай бір жәннатының биік фирдауси дәрежелеріне көтерсін. Алла тағала осыған себеп болған ағаларымыздың бәрін кешірсін. Алла субхана тағала бәрімізді кешірсін. Субханаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.